Саламатсыздарбы? Мен Нұр-Сұлтан қаласы политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Чингаева Еркежан Ғалымқызы. Бүгін автокөлік құрылымы пәнінен өтетін тақырыбымыз тежеу жүйесінің түрлері, атқаратын қызметі және антиблокировкалық ABS жүйесі. Тақырыбымызға кіріспестен бұрын ең алдымен осы тақырыбымыздың мәнін айқындайтын сабақтың мақсатына көз жүгіртіп өтсек. Бүгінгі сабақтың мақсаты ол білім алушыларға тежеу жүйесі және антиблокировкаға қарсы ABS жүйесі туралы түсінік беру, тежеу жүйесінің құрамдас бөліктерімен таныстыру, пән бойынша білім және білік дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу. Сонымен тежеу жүйесі дегеніміз не? Тежеу жүйесі ол автокөлік жылдамдығын тежеп, оны шұғыл тоқтатуға немесе тоқтатып, орнында ұстап тұруға арналған жүйе. Сенімді тежегіштерді пайдалану автокөліктің орташа жылдамдығын көбейтіп, және автокөлікті қауіпсіз пайдалануды арттыратыны бәрімізге мәлім. Тежеу жүйесіне келесі талаптар қойылады. Тиімді тежелуді қамтамасыз ету, тежелу кезінде автокөліктің тұрақтылығын сақтау, тұрақты тежелу құрылымы, жоғары пайдалану сенімділігі, басқарудың тетікке немесе иінтірікке берілетін және оның жүрісінің ыңғайлығы және жеңілдігі. Тек қана осы талаптарды орындаған жағдайда ғана біздің тежеу жүйеміз қауіпсіз болып есептелінеді. Тежеу жүйесінің түрлеріне келетін болсақ, тежеу жүйесі 3 түрге бөлінеді. Ол жұмыстық тежеу жүйесі, аялдау тежеу жүйесі және көмекші тежеу жүйесі. Жұмыстық тежеу жүйесі ол автокөлік құралын басқаруға және оның қажетті қарқында тежелуін басқаруын қамтамасыз етеді. Қарапайым автокөліктерде оның жұмыстық органдарына және дөңгелектің тежеуіштерге әсер ететін негізгі жүйесі болып табылады. Ал аялдау тежеу жүйесі дөңгелектің тежелу жүйесіне немесе автокөліктің трансмиссиясымен байланысқан арнайы толықтырушы тежеуіш жүйесіне әсер етеді. Көмекші тежеу жүйесі болса, жұмыстық тежеуіш жүктемесін азайтуға арналған, мысалы, ұзын өрлерден түскен кезде. Ол моторлық немесе трансмиссиялық тежегіш байлаутқыштан тұрады. Келесі біздің қарастыратынымыз өздеріңіз көріп отырғандарыңызда, яғни тежеу жүйесі тежеу жетегінен және тежеу механизмдерінен тұрады. Тежеу жетегінің өзі гидравликалық және пневматикалық болып бөлінеді. Гидравликалық тежеу жетегін тікелей және жанама әсерлі деп екіге бөледі. Бірінші жағдайда, яғни тікелей болған жағдайда, жүргізуші тежеуіш механизмдеріне тікелей әсер етеді. Екінші жағдайда жүргізушімен қоса үдеткіш күш әсер етеді. Пневма жетек, яғни ауамен қолданылатын жетектер, тежегіш жүйесін басқаруды жеңілдетеді және ықшамдайды. Қысылған ауаны әртүрлі мақсатта қолдануға мүмкіндік береді. Бірақ та гидрожетекке қарағанда осы пневма жетектің қызметі және күтуі күрделі болып табылады. Ал тежеу механизмдеріне келетін болсақ, тежеу механизмдері барабанды және дискілі болып бөлінеді. Тежеу жүйесінің жұмыс принципін нақты түсіну үшін назарларыңызға келесі бейнебаянды ұсынамын. Мост белдемшесіне екі гайка арқылы бекітілген ось арқылы тежегіш көпшегі айналады, ступица. Осы тежегіш көпшегіне бізде тежеу дискісі орнатылады. Ал тежеу дискісіне болт және гайкалар арқылы біздің дөңгелегіміз бекітіледі. Дөңгелек қозғалысқа келген кезде біздің тежегіш дискісімізде қоса айналады. Келесіде бізге тежеу дискісі қандай жағдайда қозғалыс жылдамдығын азайтатындығын түсіну қажет. Ол үшін тежеу дискісінің қасына тежеуіш қалыптары, яғни колодкалар орналастырылады. Егер де біз қазір осы қалыптар арқылы тежеу дискісін қысатын болсақ, үйкес күші арқылы қалып пен диск аралығындағы біздегі қозғалыс жылдамдығы азаяды немесе мүлдем тоқтайды. Ал осы қалыптарды дискке қысу үшін бізде тежеу поршендері қолданылады. Енді осы цилиндрлерге тағы бір бөлшекті орналасатын болсақ, онда бұның барлық жиынтығы тежеуіш суппорты деп аталады. Суппортқа басты тежеу цилиндрлерінен келетін құбыр қосылады. Ол құбыр цилиндрлерден, поршеннен, штоктан
және тежеу педалінен тұрады. Тежеу педалін басқан кезде ол шток поршенді итереді. Поршень тежеу сұйықтығын қысады. Бұл қысым арқылы дөңгелекті тежеу цилиндріне жеткізеді. Бұл жерде ол тежеу поршендерін қысады. Яғни жоғарыда атап кеткеніміздей, жаңағы поршендер колодкаларды, яғни қалыптар тежеу дискісін қысады. Ал диск тоқтаған жағдайда бізде автокөліктің дөңгелегі тоқтайды. Жалпы дөңгелек қозғалыстан шыққан кезде біздің автокөлігіміз де қозғалысын тоқтатады. Келесі бізде қарастыратынымыз ол тежеу жүйесінің ақаулары. Негізгі тежегіш ақаулығы келесілерді қамтиды. Ол жұмыс цилиндрлерінің поршенінің кептелуі, жұмыс цилиндрлерінде тежегіш сұйықтықтың ағуы, негізгі цилиндрдің поршенінің кептелуі, негізгі цилиндрлерде тежегіш сұйықтықтың ағуы, түтіктердің, құбырлардың бүлінуі немесе бітелуі, қондырғының босатылуына байланысты жүйеде ауа ағуы. Дискілі тежегіштің ақаулары: зақымдануы немесе ластануы, тозуы, деформациясы, тіреудің босатуы, калибрдің деформациясы, яғни өзгеріске ұшырауы. Тежегіш ақауларының себептері: ол тежегіш жүйесінің жұмыс істеу ережелерін бұзу, яғни техникалық қызмет көрсету жиілігін бұзу, төмен сапалы тежегіш сұйықтығын пайдалану. Келесі: компоненттердің сапасының төмендігі. Үшінші: жүйелік элементтердің қызмет ету мерзімінің асып кетуі. Енді соңғы факторымыз әртүрлі сыртқы факторлардың әсер етуі. Келесі, біз тақырыбымыздың басында тежеу жүйесімен қатар антиблокировкалық ABS жүйесінде қарастырамыз деп көрсеткен болатынбыз. ABS жүйесі дегеніміз не? Ол тежеу кезінде автокөлік дөңгелектерін бұғаттауға арналған жүйе. Ол тежеу моментін автоматты түрде реттейді. Автокөліктің барлық дөңгелектерін сырғанамауға мүмкіндік береді. Антиблок брейкинг систем, яғни антиблокировкалық ABS жүйесін толық түсіну үшін бейнебаянға назар аударайық. Яғни көріп отырғандарыңыздай қарапайым тежеу жүйесі жаңағы алдында бұғат көрген кезде соқтығып өтті, ал ABS жүйесін көрсеңіздер маневр жасады. Яғни алдымызда бізде бөгет көрген жағдайда бізде ABS жүйесі маневр жасауға мүмкіндік береді екен. Келесі сұлбада көріп отырғандарыңыздай, яғни ABS құрылысы. ABS бізде control module, яғни басқару модулінен, модулятор unit, модуляторлар блогінен, wheel sensors, дөңгелек сезгілерінен, brake disk, тежегіш дискісінен, gear pulser, яғни тісті тегершіктен тұрады. Сонымен қатар ABS-тан басқа бізде қолданылатын басқа да жүйелер бар, солармен танысып өтетін болсақ. Ол үшін біз Quizlet.com сайтын қолданамыз. Яғни бұл сілтеме арқылы өту арқылы біз өзімізге керекті тесттарымызға, карточкаларымызға қосақ болады. Яғни өзіміздің өткенімізде антиблокировкалық жүйе ABS, Anti-lock braking system, BAS. яғни өздеріңіз көріп отқандай BAS шұғыл тежеу кезіндегі көмек жүйесі. Brake assist system, Brake assist system, ABS. антиблокировкалық жүйе. Anti-lock braking system, Anti-lock braking system, ESP. электронды тұрақтандыру жүйесі. Electronic stability program, Electronic Stability Program, EPD. тежегіш күштерді электрондық бөлу. Electronic brake force distribution, ASR. SR тығысуға қарсы жүйе. Automatic slip regulation, Яғни көріп отқандарыңызда жаңағы антиблокировкаға қарсы жүйе тек қана ABS жүйе емес, жаңағы техниканың дамыған уақытына байланысты басқа да жүйелерді көруімізге болады. Осымен бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Тақырыпты бекіту үшін өздеріңізге келесі сұрақтарды түртіп алсаңыздар болады. Бүгінге сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.